Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Қайырлы кеш, қайырлы түн, жолдағыларға ақ жол, қара трасса. Құрметті бауырлар, бүгін 26 қаңтар 2024 жыл, Астана уақытымен сағат 20:30. Құрметті бауырлар, бүгін біз бірқатар мәселелерді түсіндіре кеткіміз келіп тұр. Не жағдай болып жатыр, не болып жатыр, кешегі өзіміздің видео үндеуіміз бар, неше түрлі аудио хабарламалар бар, соған байланысты өзіміз бір түсінік беріп кететін кез келді деп, соған бел шешіп тұрған жайымыз бар. Бірінші кезекте кешегіде біздің қасымыздағы Алмас бауырымыздың автокөлігін, Toyota Estima автокөлігін шетелдік номер болған үшін 590 баптың 2 тармағымен Астана қаласындағы Көктал елді мекенінде орналасқан, мекенжайында орналасқан айыппұл тұрағына қамаған болатын. Сол жерде айыппұл тұрағынан автокөлікті шығарамыз деп біраз шу болды, біраз әңгіме болды, азаматтар келді, сол жерге қолдап келген жігіттер көп. Сол жерде мәселе болды. Бізді сағат кеше 5-ке Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің жанындағы әкімшілік полиция комитетіне Сұлтанбаев Қайсар Әбелекұлы мырзамен кездесуге шақырған болатын, сағат 5-ке. Біз именно сол сағат уже былайша айтқанда 5-ке 20 қалғанда біздің автокөлікті ұстап алды, бәріміз сол жаққа апарып кетті, кетіп қалатын мүмкіншілігіміз болмады. Содан кейін сол жердегі біраз келген қызметкерлермен сөйлесудің барысында, сол жерде диалогтың, дискуссияның барысында бізді сағат кешкі сағат 7:30-да 19:30-да Астана уақытымен Ішкі істер министрлігіне келуіміз тұрады. Алаң береміз, площадка береміз, сол жерге қарата келіңдер деп. Біз сол жаққа қарата кетіп қалдық. Сол үшін алматылық азаматтар біреуінде самолет болды, пойыз болды, біреуінде автокөлік деген сияқты неше түрлі өзінің Алматыға жетіп алатын транспорттарының бәрінің уақыты сағат 5:30-6-ға ғана тағайындалған болды. Сонымен олар кетіп қалуға мәжбүр болды. Біздер өзімізді кешкі сағат 19:30-да Ішкі істер министрлігіне барамыз деп ойлаған жоқпыз. Олар бізді ол уақытта не күтеді, ол жақта болады, кешігіп қалдық, болды, қалды деген сияқты. Сондай шаруа болды. Енді Ішкі істер министрлігінің қабырғасына бардық, сол жерде сөйлестік. Ол кісілердің не айтқанын кешегі біздің видео үндеулерден анық көрдіңіздер. Нақтырақ тағы да айта кететін болсақ, ол жерде айтылған мәселе былай болды. После 1 сентября кірген автокөліктер қойылмайды деген сияқты әңгіме айтылды. Және жүруге рұқсат берілмейді деді. Бірақ та бұл после 1 сентября 01:09 1 қыркүйектен 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін кейін кірген автокөліктер, олар заңдастыру, астын сызып жирныймен айтайық, заңдастыру аясында қойылмайды. Көліктерді заңдастыру акциясы ол бірлеттік шара деді. Общий установлен дейді. Былайша айтқанда, алғашқы тіркеу жарнасы первичный налоговой регистрациясы мен первичкісі мен утилсборын төлесеңіздер, мәселе жоқ, қойып береміз деді. Қойылады деді. Енді первичкісін утилмен төлесе қойылады. Енді осы тұста кешеден бері бүкіл әлеуметтік желілерде, WhatsApp мессенджерлерде, группаларда, топтарда неше түрлі әңгімелер жүріп жатыр. Оның ішінде нақты айтатын болсақ, мындай әңгіме. Кейбір азаматтар айтады, бізге после 1 сентябряның мәселесі керек емес, бізде тек транзиттің мәселесі, то есть утилсбор мен первичка дейді. Ана азаматтардың мәселесі керек емес дейді. Екінші бір топ айтады, бізге первичка мен утилдің мәселесі мүлдем керек емес дейді. Транзиттерге біз ешқандай қатысымыз жоқ дейді. Біздің автокөліктер 1 қыркүйектен кейін кірген автокөліктер, немесе үлгере алмай қалған автокөліктер, в общем, заңдастыру акциясына қатыса алмай қалған азаматтардың мәселесі дейді. Осы жерде бүгін сіздерге осы видео үндеу арқылы бүкіл жік-жігімен талдап бергіміз келеді. Ненің мәселесі, не ол, қалай бір-біріне осы екі мәселе егіз екен, екеуінің шығатын арнасы бір екен. Бізде Қазақстан Республикасының аумағында 2023 жылдың 23 қаңтарынан бастап 2023 жылдың 30 желтоқсанына дейін көліктерді заңдастыру акциясы жүрген болатын. Оның басты шарты елімізге 1 қыркүйек 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін кірген автокөліктер болу керек, кедендік тазартудан өткен болу керек, және қылмыстық іздеуде болмау керек деген сияқты осындай халыққа қойған 3 шарты болатын. Енді 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін кірген транзит, Русучет, армян, белорус, қырғыз, Дубай, Әзербайжан, тағы да Монғолия деген сияқты автокөліктердің бәрі заңдастыру акциясы кезінде қойылды. Грузиядан, Монғолиядан, немесе араб елдерінен келген Евразиялық экономикалық одақ, Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Армения, Белоруссия, осы 5 елден тыс басқа елдерден келген автокөліктердің бәрі кедендік тазартудан өтті. Алғашқы тіркеу жарнасы первичка мен утилсбордың орнына 200 мың теңге ақша төледі, өзінің құжатына 15 мың теңге төлетті, сөйтіп бәрі тіркеуге қойылды. 1 қыркүйекке дейін кірген автокөліктердің арасында транзит, моңғол, грузин, Дубай деген мәселе болмады. Армян, Русучет, қырғыз деген мәселе болмады. Ол жақта бәрі 1 қыркүйекке дейін кірген автокөліктер. Енді қазір бізде 1 қыркүйектен кейін кірген автокөліктер қойылмайды, легализация, заңдастыру аясында қойылмайды деп тұр. Енді бізге қазір ол автокөліктерді қоюға кедергі болып тұрған зат сол баяғы бір жартас, сол бір жартас первичка мен утил.
Біздің елімізде осындай шетелдік нөмірлі автокөліктер 2017-16 жылдардан бері неге қаптап кетті? Өйткені первичка мен утилдің бағасы қымбат болған үшін көбейіп кетті біздің елде. Первичка мен утилдің бағасын төлей алмадық, өзге елдің автокөлігін әкеліп, өзге елдің номерімен, былайша айтқанда, мемлекеттік тіркеу номерімен жүруге рұқсат беріп жүргесін, сол үшін бізде мәселе болмады, сол үшін айдап жүрдік. Ал оны баяғыдан бері әкеліп, мысалы, неше түрлі автокөлік әкеліп жүрген азаматтар, мәйша сатып жүрген азаматтардың бәрі біледі, қазір мен сөзімді сол кісілер подтверждать етіп бере алатын шығар, осы астында комментарияларды. Ол кезде автокөлікті шетелден, Грузиядан бір жерден әкелген кезде кедендік тазартуын төлейді, первичкасын утилін төлейді, без проблем қойды, ешқандай мәселе жоқ. Енді бізде қазір менің автокөлігім Русучет, қырғыз, армян, белорус, немесе көлігім транзит деп өйтіп бөліп жаратын ештеңесі жоқ. Егер де первичка мен утилдің бағасы түссе, енді заңдастыру акциясын тоқтатып тастады ғой, енді әкесі өлгенде де ескертеді дейді, басымызды шауып алсаңдар да көлікті заңдастыру акциясы болмайды дейді. Первичка мен утилдің ретке келтірейік, соны қолайлы қылып, сол кезде қойылады бәрі. Оның ішіне Россиядан келген автокөліктер, Евразиялық экономикалық одақтың елдері, мана жоғарыда айтқанымдай, Қазақстан, Ресей, Белоруссия, Армения, Қырғызстан, осы 5 елдің автокөліктері кедендік тазарту төлемейді. Потому что Евразиялық экономикалық одақтың арасында кедендік тазарту төлегеннен кейін оларға кедендік тазарту алынбайды. Алғашқы тіркеу жарнасы мен утилсбордың бағасын сүрсек, немесе басқаша қылып өзгертсек, қолайлы қылып, сол кезде после 1 сентября үлгере алмай қалған азаматтар, транзитниктер бәрі бірдей мәселе бұл жақта. Бөліп жаратын ештеңесі жоқ. Құрметті бауырлар, жақсы нақтырақ интернетті ашайық, кітапты ашайық, оқиық, қараңыздар, білетін адамдардан информация алайық, жан-жағымыздан сұрастырайық. Сұрастырғанның ешқандай кінәсі жоқ, ұяты жоқ оны, білгеннің. Сұраңыздар, қараңыздар. Первичка мен утилдің бағасы болмаса, любой ЦОНға, немесе өздерінің управление адым полиция дейді ғой, әкімшілік полиция басқармасы кез келген облыста, қаладағы, соған кіріңіздер, барыңыздар, сұраңыздар. Егер де мен міне Русучет машинам или армян бір нәрсе, осыны қойып үлгере алмай қалдым. Мен бұны қою үшін не істеуім керек қазірде? Ол сіздерге айтады, первичка мен утилің төле, таможня очисткадан өт, таможня очистканың бәрі таза болса, Евразиялық экономикалық одақтың елдің машинасы болса, мәселе жоқ, қазір мен саған қойып беремін дейді. Енді қазір бұл жерде бізде екінші азаматтар шығады, оң жақ басқарудағы автокөліктерді қалай қоямыз дейді. То есть елімізге қосалқы бөлшек болып келген халықтың арасында өзіміз конструктор деп атайтын автокөліктерді қалай қоямыз дейді. Қазақстан Республикасының аумағында оң жақ рульді автокөліктерді тіркеу, ол 2007 жылдан бері тыйым салынған. Қазақстан Республикасының аумағында тіркеуді. Ол Қазақстан Республикасының аумағында праворуки кірмейді деген, ол стандарт, техникалық стандарт. Еврокласс, подушка безопасности, СОС кнопка, сосын СРС бізде и оң жақ руль деген сияқты, сол стандарт. А стандартты Сауда және интеграция министрлігінің жанындағы техникалық реттеу және метрология комитеті бар. Оның азаматы басшысы Елікбаев Қуаныш Нұрланұлы мырза осы заңдастыру акциясы кезінде бізге жаңа айтып отырмызғандай СБГТС, Еврокласс, СОС кнопка деген сияқты мәселелердің бәрін шешуге көмек берді және бастамашылығы өзі болды. Сол үшін бар затты бар деп айтайық, ол кісіге алғыс білдіреміз. Біз қойып барған талаптың бәрін бір ауыздан орындады. Көп рахмет. Енді бұл жерде рульдік стандарт, оны да бір определен автокөлікке квота алып, осындай бізде елімізде қанша праворуки автокөліктер, соған квота алып, оған жаңағы бәрінде протокол испытания дейді, сосын қай жерден қалай аламыз, қанша суммаға аламыз, ең арзан минималдық суммада деген сияқты детальдары көп. Былайша айтқанда, оң жақ рульді автокөлікті де елімізге бір нәрсе қылып, бір шамалы уақыттың ішінде оларды да елімізге заңды түрде тіркеудің жолын табуға болады. Ол просто бұның бәрі бізде заңдастыру акциясы емес, бір басқа акция сияқты болу керек та. Енді бізде қазір бұл жерде не аламыз бізде? Первичка мен утилдің бағасы түскен кезде не істейміз? Бізде бүкіл еліміздегі заявкасы беріп үлгере алмай қалғандар, после 1 сентября кіргендер, заявкасы жоқтар, өз-өзін дәлелдей қалған азаматтар, транзит, моңғол, грузин, соның бәрінің мәселесін шешу болады томен. Первичка мен утилмен осының бәрін төлейтін болса шешу болады. Біз және оның бәрін шеше отырып, елімізге басқа азаматтар болашақта, мысалға мен, тағы да құрметті бауырым қарап отқан сіз, бәріміз автокөлік әкелетін болсақ, болашақта немесе ініміз, ағамыз, көршіміз, тума туысқандарымыз болашақта автокөлік әкеліп, еліміздің автопаркын жаңартып, әдемі сайлы, жайлы көлік мінем дейтін болса, соның бәріне мүмкіндік туғызылатын болады. Енді заңдастыру акциясы деген 304 мың адамға ғана істелген каким-то образом бір акция болды, а біздің Қазақстанда 20 миллион адам бар.
Қалған адамдар да мінсінді. Біздің елімізде саналы азаматтар бар ғой. Осы күнге дейін утилин первичкасын бәрін төлеп автокөлік қойған адамдар бар. Оларда өзінің тума туысқандарына тағы да отбасына бір автокөлік алуға мүмкіншілік берілгенін қалайды ол кісілерді. Енді құрметті бауырлар, бұл жерде айтқымыз келетіні, после 1 сентября заявка беріп үлгере алмай қалғандар, үлгергендер, дәлелделмей қалғандар, транзит, моңғол, грузин деп бөлінетін ештеңесі жоқ. Қазақтың аузы бір болу керек. Біз после 1 сентябряның да мәселесін, транзиттің бәрі мәселесін қашан бірге қосқан кезде ғана бізде шешіледі. Осы күнге дейін бізде конструктор, запретник, подармян грузин, кстати, подармян грузиндерді осы до 1 сентября кірген автокөліктер таможня чистасын ғана төлеп, тек 215 мыңды первичный утилдің орнына төлеп өтіп кеткен болатын. Ол кісілер сізге пример айта алады, қалай өткендерін. Подармян грузиндер, тағы да моңғолдар, нелер, дубайский машалар бәрі өтті. Соның бәрін тіркеу үшін қазақтың ауызбіршілігі болды. Ал енді қазір бізде ауызбіршілігіміз кетіп бара жатқан жайымыз бар да. Ауызбіршілігіміз болмаса, біз после 1 сентябряда заявка беріп үлгере алмай қалғандар, дәлелделмей қалғандар, транзит, моңғол, грузин ешқайсы мәселе шеше алмаймыз. Ол түбегейлі рассат. Қазақта сөз бар, енді өзімізге жауыр болған мақалымыз, бөлінгенде бөрі жер дейді да. Ал егер біз бұлдай ауызбіршілігіміз бөлінумен бөрік емес, жаман қорқау қасқырға жем боламыз да, өлімтік жейді. Бізде бөрі емес қорқау қасқыр алатын мүмкіншілік болады да. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарғанның арқасында ғана біз осындай жағдайға жеттік. Біраз автокөліктерімізді қойдық. Енді біразының тұқылы қалды. Ары қарата бір учет алып кеткен азаматтар, сіздерге обращаюсь, сіздерге өтініп сұраймын, сіздерге үндеймін осыны. Учет алып, қазақ номер алған азаматтар группаларға қосылыңыздар. Группалар тар емес, группа бәрімізге жетеді. Ояқ жақсы жер, неше түрлі информация алмасамыз, бірімізге көмектесеміз. Бауырларымызбен танысамыз, жан-жақпен танысамыз. Келіңіздер, қосылыңыздар, қайттан көмектесейік. Ары қарата осы автокөліктерімізді астымыздағы бүгін заңдастырып алған, соны өмір бақи айдамаймыз. Болашаққа керек заттардың біраз шешіп алайық, қосылыңыздар группаға. Енді кешегде біреулер айтып жатыр азаматтар, утиль мен первичканың бағасы кешегдей рассрочка, немесе утильді соңына төлеу деген сияқты заттарды біз түсінбейміз, білмейміз, түсінгімізде келмейді. Андай сумма, мындай сумма деген сияқты әңгімелер айтады. Құрметті бауырлар, намекпен айта кетейік, былайша айтқанда. Бас қол сыйған жерге бас сияды міндетті түрде. Сенді қозғау керек. Мұзды ерту үшін сенді орнынан қозғау керек мұзды. Мұз қозғалды, сен қозғалды. Ары қарата қалай келсеміз, әлі бұл ең бірінші бастама ұсынысы, онымен былайша айтқанда қолымызды қазір соқтық сол жерге. Ары қарата әлі неше түрлі мәселелер талқылайтын боламыз. Мынау қалай болады, бұлау қалай болады деген сияқты неше түрлі өзгерістер ең соңында өздеріміз халықпен бүкіл ортаға салып, бәріміз ақылдаса отыра бір компромиссіне келеміз деген сенімдемін. Самое главное, ол сен қозғалды. Енді құрметті бауырлар, өздеріңіз ақылға салып қараңыздар. После 1 сентября немесе заявка беріп үлгере алмай қалғандар транзит номерлердің бәрі мәселесі бір. Сол үшін сіздердің бәріңізді бірлікке шақырғым келеді. Бөлінбеңіздер ешқайсыңыз. Кеше халықтың сотына бердік, ары қарата шешім өздеріңізден. Ұсыныс талаптар бәрі болады. Сосын тағы да мындай бір кешегде хейтерлер тырнақшаның ішінде айтайық жазып жатыр екен, неше түрлі әлеуметтік желілерде және WhatsApp мессенджерлерінде белсенді топ, то есть инициативный группа, успокоительный емес, кешеде өзіміз айтып жүргендей, енді өзім сондай белсенді топ құрып, инициативный группа құрып, осы легализация мәселесін біраз көтерген болатынбыз. Солар кешегі видеомен секіріп кетті, қашып кетті дейді. Құрметті бауырлар, секіріп кететін, қашып кететін жағдай болса, кезінде конструкторлармен проблема болған кезде бірлет секіріп кетер едік. Екінші, одан жақсы өттік дейік бір нәрседе. Запретниктермен проблема болған кезде, ол жерде екінші секіріп кететін мүмкіншіліктер болды, қорқыныштар болды, угрозалар болды неше түрлі. Бірағында сөзіміз сөз, ер жігіттің екі сөйлегені өлген дейді. Бүкіл азаматтар ол өз арамызда бірімізге сөз бергеннен кейін, бүкіл халықтың алдында тұрып сөз бергеннен кейін, солардың аманатын арқалап, иығымыз арқалап келіп, сол бүкіл уәждерін столды ұрып тұрып, төбелесіп тұрып, айқайласып тұрып, кейде жылап тұрып, күліп тұрып, текені жезде деп, ешкіні апа деп, кейбір уақыттарда сөйтіп жеткен заттар, оның бәрін ешкім жоққа шығара алмайды. Және де біз ешкім әлі кеткен жоқ ешқайыққа, біз соңына дейін боламыз. Сөзіміз сөз. Әлі біраз ұсыныстарымыз, мәселелеріміз бар, идеяларымыз бар көптеген. Сол үшін соңына дейін жеткіміз келеді біз. Қазіргі таңда да бізге неше түрлі провокация жүріп жатыр. Даниярдың мәшасын қамап тастады, Макешев Даниярдың, қасымызда белсенді топтың азаматы. Және кеше Алмас бауырымыздың мәшасын қамап тастады. Неше түрлі азаматтардың мәшасын қамап жатыр, алып жатыр, алмай жатқандар да бар. Оның да мәселесі күннен күнге ушығып келе жатыр, көбейіп келе жатыр. Кеше енді Даниярды екінші рет сен сондай машина басқардың деп жүргізушілік куәлігін бір жылға былайша айтқанда лишать етемін деп жатқан да жайы бар. Оны енді ертең сот шешетін болады.
осы жақын күндері сот болу керек, бірақ анда лишение туралы сотқа беріп қойды. неше түрлі провокация бәрі жүріп жатыр. Ол үркітіп қорқыту емес, просто сондай жағдайлар бар, сондай жағдайлар бола тұра біздер бас тартпай, сынбай әлі келе жатыр. Сол үшін құрметті бауырлар, айтатынымыз, ешқайсыңыз қорықпаңыздар ештеңеден. Енді кеше халық сотына бердік, халық соты халық өзі шешеді, ары қарата қандай үкім шығарады халықтың өзінің қолында. Өйткені ең биліктің бастауы халық, әділ да төрешісі да бүкіл жерде халық. Ал ең бастысы, құрметті бауырлар, бөлінбей кез келген мәселені ауызбіршілікпен ғана шеше аламыз. Ауызбіршілік туралы, бөлінбеу туралы қазір ондаған жүздеген мақала айтып тастауға болады, бірақ ана мақала емес, адамның қазір біздің миымыздағы затымыз жүрегімізге келіп тоқылу керек та. Оқығанымыз бар, енді жүрекке келіп тоқуымыз керекпіз оны. Сол кезде ғана біздер нағыз жүрекпен ойласақ, мимен ойласақ, жақсы сабырға салып, ойға салатын болсақ, біраз түбіне жетеміз деген ойдамыз. Енді кешегіде кейбір азаматтар бар, тағы да WhatsApp'та тоже тағы да әлеуметтік желілерде айтып жатқан, белсенді топтың ана жақтағы жігіттері, ана облыстағы жігіттері бүйдеп жатыр, мыналар сөйтіп жатыр, өз араларында бөлініп жатыр ма, бұл не болып кетті деген сияқты. Жоқ, ешкім бөлініп жатқан жоқ. Кешегіде 24 қаңтар күні өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің қабырғасында болған жиында, ол жерде после 1 сентября мәселесін көтерген адамдар болды. Грузовиктердің легализацияға таба алмай, түсе алмай қалған жүк көліктердің мәселесі көтерілді. Первичный утильдің мәселелері көтерілді. Біраз мәселе көтерілді. Сол кезде бәріміз бір ауыздан сен ана мәселені қозғадың, мен оны қолдамаймын деген болған жоқ. Бәріміз бір ауыздан қол соғып, соның мәселесіне дұрыс деп, өзі ойымызды қосып, оның ішінде транзит айдап жүрген азаматтар, после 1 сентября кірген азаматтардың мәселесіне қолдау көрсетіп отты, сұрақтарына, уәждеріне. После 1 сентября кірген азаматтар транзитниктерге қолдау көрсетіп отты. Бәріміз бірге грузовиктерге қолдау көрсеттік, грузовиктер бізге қолдау көрсетті. Сол залдың ішінде болған жиында болған куәміз бар, біраз адам болдық. Сол жерде жігіттердің өздері бәрі айтып беріледі. Бәрі сен тұр, мен атайын деген азаматтар бәрі дүп басып, жақсы өткізіп, қазақта сөз бар, таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді. Сүйектен өткізіп айтқан азаматтар көп болды. Бәрі бірдей айтты деп болады. 100% қамтыдық деп сол жерде. Енді сол жерде бәріміз ауызбіршілігімізді көрсеткен жайымыз болды. Енді өздеріңіз видеолардан бәрін көрдіңіздер. Өкінішке орай сол мекемеге біраз былайша айтқанда байқауға түсеттік, камерамен кіре алмадық. Бірағында бәріміз бірімізді қолдадық. Залдың сыртына шығып алып, мен ананы көтермеймін, мен мынаны көтермеймін, әңгіме болмайды деген ойдамын. Ауызбіршілігіміз мықты болсын, құрметті бауырлар. Бәріңізге ақ номер бұйырсын. Первичный утиль деген мәселесін алып тастайық. После 1 сентября мәселелеріміз қойылсын. Бәріміз жарқын болашаққа бірге қадам басып, осымен үйреніп халық, осы автокөлікпен кезінде бірігіп азаматтар өйстіп істеп еді, бұдан да үлкен мәселелер өйстіп бірігсек, біраз шыңға жетеміз деген халық өз күшін, өз білімін түсіну керек. Әрқашанда әрбір қазақтың азаматы бірді жығатын білегі де бар, мыңды жығатын білімі де бар азамат болу керек. Әрқашанда білігімізді шыңдап, білімімізді шыңдап, жарқын болашаққа жарқын азаматтар болып, ұлы бабаларымыздың ұрпағы екенімізді көрсетіп жететін кез келді деген сенімдемін. Назарларыңызға көп рахмет. Отбасыларыңыз бәрі аман болсын. Амандық болса, жақсы жаңалықтармен қауышқанша, әлі біраз деген мәселелер бар көтеретініміз, бәріміз бірге болып, бір ауыздан шешіп, осыны Қазақстанның әрбір түкпірінен келіп, құшақтасып, бір-біріміз амандасып, кәдімгідей туғанымызды көргендей жылап көрісіп, қуаныштың жасымен жылап көрісіп, әдемі болып қоштасып кететін уақыттарымыз көп болсын. Ауызбіршілікте болайық, құрметті бауырлар. Бәріңізді бірдей. Мен бір шақыратын затымды айтайын. Митингке ештеңе, енді әркім өзі қарайды, халық сотындамыз. Бірақ мен бір шақыратын, призывать ететін затым ауызбіршілікке шақырамын, құрметті бауырлар. Бөлінгенде бөрі жер дейді. Ал қазіргі біздің ісімізбен өкінішке орай қазір қорқау қасқырға жем болып қалмайды. Назарларыңызға көп рахмет. Үй іштеріңіз аман болсын. Ақ жол, қара трасса, бәріңізге жақсы жаңалықпен кездескенше.